Сәлем достар, мен бүгін өзімнің бірнеше жылдан бері істеп жүрген қатпарлы қамырымның рецептімен бөліскім келеді. Осы қамырмен самса жасайтын болсаңыз, қатпарлы, жұмсақ, қытырлақ болып шығады. Қамырға қажетті заттар өте қарапайым, кез келген үйден табылады. Ең алдымен таза ыдысымызға су, жұмыртқа, қант, тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнды салып, бір келкі болғанша қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып кетпеу керек. Орташа жұмсақтықта илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақтықта болуы қажет. Қамырды 10 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырды ұндап, жаюға кірісеміз. Және алдын ала 72% маргарин или сары майды 150 грамын ертіп қоямыз. Қамырды жайып болған соң, ортасына жағамыз. Міне осындай көлемде жайып шығамыз. Алдын ала ертілген сары майымызды барлық жеріне жағып шығамыз. Майды толығымен осылай жағып алып, шетінен майдалап орайтын боламыз. Қамырды орап болған соң, 20 минут қамырымызды морозилікке қойып алып, қолдана берсек болады. Осы қамырмен самса жасасаңыз, өте жұмсақ, қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Қатпарлы қамырымыз дайын. Ас болсын.